іздеп жүрміз. Сіздер байқауға қатысасыздар ма? Бұл мүмкін біздің талантты балалар шығар. Оны қарайық. Білесіз бе, бізді ұстаз әліп тануды, әліп жазуды үйретті. Бұл біздің баспалдағымыз. Енді біз тақпақты жатқа айтып үйлендік. Қандай керемет! Ал балалар, сендер бізге тақпақ айтып бере аласыңдар ма онда? Жақсы, қанекей онда кезек-кезек тақпақ айтып бастайық, иә? Кім бастайды? Так. Әлі есімде сол бір күн шоқанға алғаш келгенім, дүниеде ең жақсы сыныпқа кеп кіргенім. Жарайсың. Ал келесі бізде Амина. Жасқана кіріп сыныпқа әліппені ашқаным, жылы жүзді ұстазға атымды алғаш айтқаным. Керемет! Қандай күшті тақпақ. Келесі кім? Келе ғой ортаға. Так, сен келесі болсын жасыма. Достармен танысып, бірге ойнап күлгенім. Ережесін мектептің алғаш естіп білгенім. Жарайсың. Қанекей қол шапалақтап қояйық. Келе ғой. Так, қаттыратайық. Бірге шығып далаға, бірге жазу жазғаным, әсем әнді атқанда бір жын жатып алғаным. Бәрекелді, жарайсыңдар балалар. Тағы айтатын балалар бар ма мына жақта? Сіз ме? Ал келе ғой. Так. Так. Ал енді қадірет қол соғамыз. Қанекей барлығымыз қол шапалақтайық. Біздің бірінші тіршіге. Ойнап, жастан,
шапалақтап жіберейік. Керемет балалар. Жақсы. Ал енді балалар тағы тақпақ айтатындар бар ма? Я, бар екен. Айсұлтан бар. Айсұлтан тақпақ айтып бересің бе? Так, келемін. Ортаға шық. Тойлай тұғын келді күн, тақпақ айтам мен бүгін. Қателесем күлмеңдер, мазақ етіп жүрмеңдер, мақтай тұғын болыңдар, қолды қатты соғыңдар. Керемет, қанеке қол шапалақтайық. Дәптерге дәріпті, қаздай етіп жазамыз. Әрі үлгілі, әрі озат, біз оқушы боламыз. Ертең үлкен азамат болады деп санаңыз. Жарайсың, керемет. Міне балалар, қаншаға кенеді өріс өреміз. Әр сабақтан тамсана інжу маржан телеміз. Керемет, ал келесі оқушы кім екен? Жап жасыл, ағашы қып-қызыл алмасы, шоқанның мекені Алматы қаласы. Керемет, қанеке барлығымыз қол шапалақтайық. Оқып жазып санауды, үйренер талай балалар. Қан сарайдай шу уақытта мектеп осы қараңдар. Жарайсың, керемет. Ал енді балалар, мүмкін сендердің тағы да бізге дайындаған өлеңдерің бар шығар? Бар ма? Жақсы, онда қанеке барлығымыз бірге өлең айтайық, я?
жарайсыңдар балалар. Қанекей барлығымыз қол шапалақтап қояйық. Жарайсыңдар оқушылар. Тақпақты да өте жақсы айтады екенсіңдер. Өлеңді де өте жақсы айтады екенсіңдер. Ал сендердің басқа өнерлерің бар ма? Тағы қандай өнеріміз бар? Мүмкін біз мақал-мәтел айту білеміз? Біз әріптерден сөз құрап мақал-мәтелдерді деп жатқа білеміз. Өте керемет. Жарайсың. Ал балалар, онда қазір сөз құрап, сол туралы мақал-мәтел айта аласыңдар ма? Жақсы, онда қазір барлығымыз экранға қараймыз. Дұрыс, бұл отан сөзі. Оттан. Одан іштік. Оданды іштік. Отансыз адам, ойлансыз бұлбұл. Жарайсың, не деген керемет мақал-мәтел. Жақсы. Айта ғой. Отан қадіріне жетпеген, өз қадіріне жетпейді. Отан үшін отқа түс, күймейсің. Ағын үшін ауызсан, өлмейсің. Жарайсың. Ал енді келесі сөз табайық. Қанекей барлығымыз экранға қараймыз. Дұрыс, бұл бізде білім сөзі. Ал білімге қатынасты мақал-мәтелді кім айтады? Қанекей. Білім. Жарайсың. Білім. Дұрыс, ал енді мақал-мәтел айтып бере аласың ба? Айта ғой. Тілімен жүгірме, білімен жүгір, ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Жарайсың. Ал тағы кім айтады? Айта ғой. Білігі күшті, бірді жығады, білімі күшті, мінді жығады. Күш білімде, білім кітапта. Жарайсыңдар оқушылар. Сөз қадірін бағалай білетін қандай ақылды оқушылар едіңдер. Жақсы. Ал енді тағы қандай өнер көрсетесіңдер? Мүмкін сендердің дайындаған билерің бар шығар? Балалар бізге би дайындапты. Қанекей, онда қазір барлығымыз сол биді тамашалайық. Қадірет қосуғамыз. Өте керемет.
балалар керемет би болды. Жақсы. Ал енді мен ойымша біздің оқушылардың кезек келді, иә? Ал оқушылар? Біздің оқушылар қайда екен? Менің ойымша қазір біздің оқушылар бізге жұмбақ дайындауда. Дұрыс па оқушылар? Я, жақсы. Қазір біз сендермен бірге жұмбақ шешіп көрейік, иә? Жақсы, Ахмет қайда? Ал ата-аналар, жұмбақ шешіп көрейік пе? Бір санбақты өзгеше қолыңа алып жүресің. Ішін ашып ақтарсаң, өмір сырын білесің. Ол не екен? Кітап, дұрыс айтасыздар, жарайсың. Ал келесі кім? Альхан келе ғой. Ойдың аяқтауын күтпейді, оны қойсаң сөйлем бітпейді. Бұл бізде не? Өтір, бұл дұрыс жауап. Келесі бізде Диар. Диардың дайындаған жұмбағы бар ма екен? Я, айта ғой онда. Ата-аналар тапсын. Алуан түрлі іс салған өзегі, өзінен де пайдалысы өзегі. Ол бізде не екен? Дұрыс, балалар бірінші тауып қойды, ол бізде қарандаш. Дұрыс, жарайсың. Келесі бізде Алихан. Жұмбағында айта ғой. Түнде сөнемін, таңертең қайтып келемін. Бұл бізде не ата-аналар? Күн, дұрыс. Жарайсыңдар балалар. Ал енді барлық жұмбақтарды таптық, дұрыс па? Дұрыс. Ал енді барлығымыз бірге мүмкін би билейміз. Дайындаған билерің бар ма? Жақсы, онда қанеке ата-аналарға биімізді көрсетейік.
қандай керемет орындау болды. Ал енді қазір бізде экраннан видео көрсетіледі. Алғашқы ұстаз деген кім деген сұраққа жауаптар беріледі. Онда барлығымыз бірге көрейік. Алғашқы ұстаз деген кім екен? Алғаш ұстазым. Маған ол кітап оқуға үйренді, жазуға үйренді. Енді біз ана тілі естиміз. Алғашқы ұстаз деген оқуға үйреткен бізді, жазуға үйреткен бізді жақсы көретін. Ол біздің екінші анамыз. Ең алғашқы ұстаз ол апай. Ол бізді еркелетеді, далаға шығарады, әліппені үйретеді, бізді еркелетеді. Және бізді жазумен үйретеді. Менің апайым Хасанбай. Мен оны жақсы көремін. Ол біздің жақсы көреді. Менің ең бірінші ұстазым ол Райхан апай. Ол мені жазуға үйретті, болуға мені үйретті. Ол мені оқуға үйретті. Райхан апай ең күшті апай. Қандай керемет! Жарайсыңдар балалар. Ал енді келесі бізде Амина оқушымыздың орындауында ұстаз ана әні. Амина? Қазір бізге Амина оқушымыз ұстаз ана әнін айтып береді. Жақсы, ендеше балалар, ортаға алғашқы
ұстаздарымызды Райхан Сайлаубаеваны шақырайық. Міне біздің алғашқы ұстазымыз, барлығымыз қол шапалақтап қояйық. Керемет. Ал енді ата-аналармен ойын ойнайық. Ата-аналар ойнаймыз ба? Я, жақсы. Қараңыздар, бізде қазір осы экранда видео болады, ал ол видеода сіздердің балаларыңыз сіздерге бір сөзді жасыратын болады, ал сіздер ол балаларыңды мұқият тыңдап, сол сөзді табу керек боласыздар, жақсы ма? Онда бірінші видеоны қарайық. Төбесі маймылдан жасаған. Ода көп қызық бар. Бұл бізде не екен? Төбесі айнадан жасалған дейді. Ішінде өте қызық бар дейді. Іші әдемі, кең дейді. Осы мектептің ішінде ол. Сіздердің экскурсия жасады. Кітапхана, жарайды. Кітапхана, жақсы. Ал енді келесі видеоны көрейік. Оны кейде ұмытып кетеміз. Қолданамыз. 3 бұрыштысы бар. 4 бұрыштан тысы бар. Оның 3 бұрыштысы да бар, 4 бұрыштысы да бар. Жиі қолданамыз, бірақ кейде ұмытып кетеміз. Жарайсыз. Келесі видеоны қарайық. Мұқият тыңдайық. Барғанда біріншілер көресің. Ол бізді көп нәрсемен үйретеді. Ұстаз дейді, мұғалім дейді. Мектепке келгенде ең бірінші көрген дейді. Ол бізге бәрін үйретеді дейді. Сіздер не деп ойлайсыздар, балалар? Жақсы, жарайсыздар ата-аналар, жарайсыздар балалар. Ал енді келесі бізде Алихан оқушымыз өз өнерін көрсетеді екен. Алихан. Ал біз ата-аналар қолдап отырайық. Жарайсың, Алихан. Неткен керемет орындар. Жақсы. Ал енді біздің тағы оқушылар тақпақ жаттап келіпті, я? Тақпақ айтамыз ба? Жақсы. Алихан қайда? Бар
кітапқа бас болған, әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Жарайсың, Әлихан. Келесі бізде Әлишана. Әріптерді жаттадық, еске мықтап сақтадық, ұмытпаймыз бәрінде атын, затын түрінде. Жарайсың, барлығымыз қол шапалақтап қояйық. Жахан. Енді біз жазу білеміз, әліпті қосып әліпке. Енді біз жазу білеміз, әліпті қосып әліпке. Лиза болсаған жүреміз күті біздің әліпке. Жарайсың, Жахан. Сұлтан Бейбарыс. Бәрімізді сүйіп өткен, балаларға үйреткен, әліппемен ұстазға бас иеміз құрметпен. Ой, неткен керемет. Осы өнердің бәріміз әліппеден сауап танып, мектептен үйрендік. Енді әліппемен қоштасамыз, ана тілімен достасып. Жарайсың, дұрыс айтасың. Ал онда қазір барлығымыз бірге әліппеге арнап өлең айтайық. Жарайсыңдар, балалар. Керемет талантты балалар екенсіздер. Өте ризамыз. Осындай талантты балаларды Шоқан мектебінен тапқанымызға өте қуаныштымыз. Алғашқы оқулықтарын, әліппені аяқтап, жаңа білім белестеріне қадам басқандарын құтты болсын. Сау болыңдар. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, бүгін міне ең алғаш қыркүйекте мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндер әліппе оқулығын аяқтағалы отыр. Соның әліппенің құрметіне сіздерге шағын ғана өздерінің осы уақытта үйренген өнерлерімен бөлісті. Келгендеріңізге көп рахмет. Енді оқушыларыма айтатыным, сіздер міне алғаш ғылым білімнің бастауы әліппе оқулығын аяқтап, одан жоғары баспалдаққа көтергілер тұрсыздар. Ең бірінші сендерге бақытты
бала болу үшін ата-аналарыңыздың дені сау, бақытты болғанын қалаймын. Және де осы балалардың өсіп, жетілуін, білімді болуына ата-аналардың да қосатын үлесі зор. Әрине, осындай балаларды біздің мектебімізге әкеліп, жарқыратып шығарған сіздерге алғысымыз зор. Балаларыма ақыл тілеймін, білім тілеймін, өрістерің кеңейіп, білім көкжиектеріңді кеңейтіп, алдағы уақытта ана тілі деген оқулықпен достасасыздар. Кеше бір оқушым сұрайды: апай, әліппе бітіп қалды, ана тіл деген не ол, оны не істейміз деп. Оның бірақ осы сұрағы мені қатты қуантты. Өйткені әліппе бітті, білімді алып болдық деген ой жоқ балада, яғни ары қарай жалғастырам деп тұр. Осы білім жолындағы жеңістерің көп болсын, талай өнерлі, білімді оқушыларым шығады деп мен сенемін. Енді қазір осы әліппеден кейінгі ана тілі оқулығын мектебіміздің ұлағатты ұстаздары келіп, біздің оқушыларымызға табыстаса екен деген тілегім бар. Апайлар келіп, балалар, біздің ана тіліміз қай тіл жалпы? Ана тіліміз қай тіл? Қай тілі? Қазақ тілі. Яғни осы міне қазақ тілі, ана тілі деп бекер айтпаймыз. Ол біздің анамыздың сүтімен келген тіл, я? Сол өз тілімізді қастерлеп, құрметтеп, өз тілімізде сөйлеп, осы тілімізді дамыта берейік. Көп рахмет сіздерге, ұстаздар. Енді кезекті осы бүлдіршіндерді құттықтауға мектеп директоры Дәулет Түлкібайұлына береміз. Қайырлы таң, құрметті ата-аналар, әріптестер, аяулы сүйікті оқушыларым. Мінекей бүгін ата-аналар үшін болсын, ұстаздар үшін болсын, әсіресе балақайлар үшін үлкен, сондай әсерлі, толқынысқа болатын сондай үлкен күн. Балапандарымызға үлкен рахмет айтамын, себебі әліппен арғы жағы білім бағы деп айтады. Сондықтан балаларға тілейтінім, сіздер тек қана қазір әріптерді ғана емес, ол анау білім мен танымға апарар үлкен жолдың жаңа бастамаларын білесіздер деп айтамын. Сондықтан мынау жаңа білім белестерін бағындыру барысында қанаттарын талмай, әрқашанда осындай бүгінгі айтылған әндерінде озық боламын, ақылды боламын, өнерлі боламын деп сол ұстанымда жүре беріңіздер. Бүгінгі іс-шарада осындай керемет бір жұмбақ жасырған кезде алғашқы ұстаз деген кім дегенде, әрине осында отырған және мен өзімнің алғашқы ұстазымды еске түсірдім. Себебі әрбір баланың жеке өмірінде алғашқы ұстаздың орны айрықша бөлік. Себебі қанша жаста болсақ та біз сол ұстаздарды әлде сондай жақсы, сондай бір тамсанып, жылы еске алып отырамыз. Оған тағы да бір көрініс ретінде, әрине мен осы мектепте 4 жыл бойы істегелі бері өзіміздің бастауыш сынып мұғалімдеріне арнайы есейген үлкен азаматтар, білімді сондай оқушылары келіп, өздерінің алғашқы ұстаздарын қуантады. Ең басты осындай өздеріңіз байқағандай үлкен команда ретінде қалыптастырып, қазір бір тұтас команда ретінде біз өзіміз көптіміз құрметті ата-аналар.
осыларды қалыптастырған ең алғашқы ұстазы Райхан Сайлаубайқызына үлкен рахметімді айтамын, үлкен алғысымды білдіремін. Осы сыныпты қолдап жүрген, ол қыркүйек айынан бастап осы сыныпқа қамқоршы болған Ситора ханымға. Әрине, әліппені бағындыру барысында үлкен қамқорлық, қолдаушы ретінде табандылық білдірген ата-аналарға рахметімді айтамын. Бүгінгі күн баршаңызға құтты болғай. Енді келесі кезекте ата-аналардың арасында сөз айтам деушілер болса, осы сахнаға шығуды сұраймын. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, ұстаздар. Дәулет Түркебаевтың айтқан сөздеріне қосу және қосымша сөз айту өте қиын, бірақ тез және маңызды бір айтып кетейін дегенім. Біріншіден, біздің бүгінгі өнер көрсеткен балапандарымызға мақал, мәтел айтып, тақпақ айтып, бізге жұмбақ жасырған балапандарымызға үлкен рахмет айтып, бір шапалақ ұрып қояйық. Және де осы бүгінгі көріністі ұйымдастырып, бізге осындай сезім беріп, барлығын жұмысты атқарған біздің ұстаздарымызға үлкен рахмет айтқымыз келеді. Әрине біздің Райхан апай, Ситора апай, музыка пән мұғалімі және біздің хореография апайымызға үлкен бір рахмет айтып, басымызды иіп, бір шоқ гүлден бергіміз келген. Енді жақсы тілектер айтылып жатыр. Балаларымыз осы қадамын басты, әліппені аяқтады. Ең бірінші қыркүйек күн келген кезде балаларымыз қазақша дұрыс сөйлей алмайтын. Қазір енді осы еңбектің арқасында ата-ана бар, мен бар, оқушы бар, ең бірінші оқушыдан ғой. Қазір көріп тұрсаңыздар, енді тілін бұрап айтып тұрған оқушы болмады ғой деймін. Ең бастысы мені қуантатыны осы. Тілімізді дұрыстап алсақ, ары қарай біліміміз де дұрыс болады деп ойлаймын. Сондықтан ата-аналар сіздерге тағы да бір рахмет айтамын. Және бүгінгі ертеңгілігіміздің әдемі өтуіне атсалысқан Насиха Лұқпановна, Самал Ержановна, Бауыржан ағай, сіздерге алғысымыз шексіз. Енді ол Ситораға менің алғысым одан да шексіз. Енді балаларға мен бата берсе екен деген бір тілегім бар. Жаңағы қазақ ырымшыл халықпыз ғой, көп балалы, тәрбиелі, өсіп өнген отбасы деп, мен Мәриямның әкесін ортаға шақырғым келіп тұр. Осы балаларымызға бата берсе екен деп. Ол кісі, келді ғой. Сценарийда жоқ, бұл кісіге ескертпегенбіз. Бұл жақсы болды, мектепке келген сайын сахнадан орын табамыз. Құрметті ата-аналар мен балапандар, бүгін әліппемен қоштасып жатырмыз. Ана тілімен көрісіп жатырмыз. Мына ата-аналардың көбісі азбукамен қоштасқан адамдар ғой, сондықтан сіздерге әліппелеріңіз құтты болсын, ана тілдеріңіз құтты болсын. Сондықтан да мына ана тіліні үйге барып оқып-шоқып сіздерде жаңалықтар табасыз деп ойлаймын. Сондықтан да біздің балапандар бүгін айтты, отан үшін отқа кірсе де күймейсіңдер деп. Сондықтан да қандай керемет насихат, керемет біздің жүрегімізде қалатын сіздерге күш беретін сөздер айттыңыздар. Райхан апай, біз 40 жыл, 30 жыл бұрын 1-ші классқа барсақ та, Ләйлі Түрхан, қайдандай деген апайларымыз жүрегімізде, әрбір мейрамды ол кісілермен құттықтаймыз. Сондықтан да мына қыздар мен балалардың жүрегінде, төріндесіз деп ойлаймын. Сондықтан да қандай бір қоғам қайраткері, болашағы елдің тірегі, саясат болсын, кәсіпкерлер болсын, әрдайым жүрегінде Райхан апай тұрасыздар. Сондықтан Ситора апай тұрасыздар. Үлкен көрімге рахмет сіздерге. Еліміз аман болсын, жақсылықта болайық, балаларымыздың бәрі болашақ еліміздің тірегі, сіздің ешқашан ұмытпайтын балалар бола берсін. Құшақанов Әлихан мектебі аман болсын,
білім бұлағы тоқтамасын. Рахмет көп. Келгендеріңізге көп рахмет. Осымен мерекелік ертеңгілігіміз аяқталды. Ата-аналар суретке түсіп алсаңыздар, келіп балалармен. Ана тізесіз фотоға түсеміз.